достор. Бүгін сіздермен туынды және негізгі сөздерді үйренеміз. Араб тілінде 100% болмаса да 80%-дан жоғары сөздер негізі туынды сөздер, негізгі сөздер, түбір сөздер етістіктен құралады. Мынандай 3 етістіктен құралады. Ол кәтаба болуы мүмкін, фағала болуы мүмкін, жағала болуы мүмкін, сәлі болуы мүмкін. Жалпы 3 әріптен құралған етістік сөздер түбір сөз болады да. Осы 3 әріпке мұны 10 әріп: хамза, лам, яй, воу, мим, та, нун, син, алиф, ха. Осы 10 әріптің біреуі қосылған кезде әрі қарай туынды сөздер құралады. Мысалға кәтаба, мейінді қосса мәктабын, жазу. Мынау жазу үстелі болып кетеді. Мәктубын, жазылған нәрсе, ол хат, кітап. Не болса да кәтибін, әлиф қосылып отыр, жазушы. Китабын, бұл жерде әлиф қосылып отыр, жазылған кітап. Мәктабатын соңына тамарбуда қосылып отыр, кітапхана. Күтәйбін, ей қосылып отыр, ол кішкентай кітап деген мағына береді. Жалпы осыны 10 әріп қосылса, сөздер түбір сөзден туынды сөзге айналады. Осы 10 әріп жаттап алыңыз. 10 әріпті жаттасаңыз, осы 10 әріпті, мынау 3 әріптің ішінен 10 әріпті алып тастайтын болсаңыз, негізгі 3 әріп. Кез келген мынандай сөздердің ішінен 10 әріпті алып тастасаңыз, негізгі 3 әріп қалады. Сонымен сол 3 әріптің туынды сөзден түбір сөзді сол кезде біз шығара аламыз.